Мағжан Жұмабаев ауданының Молодогвардейская селосында учаскелік полиция инспекторы тұрғындар алдында есеп берді. Кездесуге тұрғындар аудан әкімінің орынбасары Жақсылық Есдәулетов пен Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Берік Біләлов қатысты. Молодогвардейская селолық округі Мағжан Жұмабаев ауданының шалғайда жатқан округтерінің бірі. Селолық округте 500-ден астам адам тұрады. Округте жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторы, полиция аға лейтенанты Ескендір Өтегенов қызмет көрсетеді. Кездесуді бастаған ішкі істер департаментінің бастығы ауыл тұрғындарына жергілікті полиция қызметінің жұмысына қатысты басты бағыттар туралы айтты. Округ аумағында жүргізіліп жатқан жергілікті полиция қызметіне учаскелік инспектор тоқталды. В целях реализации принципа құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілік принципін жүзеге асыру мақсатында үстіміздегі жылдың есепті кезеңінде 62 әкімшілік хаттама толтырдым. Елді мекендерді абаттандыру бойынша 3 айлық аясында Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекстің 505 бабы абаттандыру ережелерін бұзу бойынша 17 әкімшілік хаттама толтырылды. Ішкі істер департаменті бастығын мал ұрлығын алдын алу Ресей Федерациясының шекаралас аудандарындағы әріптестермен іс-қимыл жасасу, округтегі тұрғындардың жұмыспен қамтылуы қызықтырды. Облыстың бас полицейі Молодогвардейская селолық округінің учаскелік полиция инспекторына қызметтік автокөлік бөлу мәселесін шешіп берді. Ауыл тұрғындары инспектордың жұмысына оң бағаларын берді. Тәртіп сақшысының селолық округте болып жатқан барлық жағдайдан хабардар болып жүретіні айтылды. Ауылдықтар өзекті проблемаларын да алға тартты. То, что у него не было машины, это и хорошо было. Тот момент, что пешком, тебе пришла пора. ну машину надо, потому что на самом деле эта дорога такая, что тяжело. Есепті кездесу аяқталған соң полиция генерал-майоры Берік Біләлов азаматтарды қабылдады.